Құрметті тыңдарман, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ақымақ Петрияның желқобызы, румын ертегісі. Есте жоқ ерте кез екен, сол кезден қалған сөз екен. Аса ауқатты бір адам болыпты. Мал-мүлкінің көптігі сонша, санына өзге түгіл өзі де жетпепті. Албарда үйлері мен қамбалары, тас қоралары мен ат қоралары қаз-қатар жыпырлай тізіліп тұрыпты. Егістік шабындығы, жүзімдігі, бау-бақшасы, жылқысы мен сиыры, шошқасы мен қой ешкісі күннің көзін, жердің жүзін жауыпты. Жаратқан жалғыз хақ әлгі байға 3 ұл сыйлаған екен. Бірінен бірі асады дейді. Үлкен ұлдың ақылы ортаншы ұлдан сәл артық. Ортаншы ұлдың ақылы үлкен ұлдан сәл аздау. Ал кенже ұл ақымақ дейтін ақымақ емес. Ақылды дейтін ақылды емес, алаңғасар біреу екен. Оның үстіне кісінің кішісі болғанша, иттің күшігі бол деген де сөз бар емес пе? Хош, сонымен әлгі бай малына мал, пұлына пұл қосып жүріп жатады. Күндердің күнінде ажал шіркін, аяғын байқатпай басып, оның да қасына келеді. Талқаны таусылғанын сезген бай, балаларына өсиет айтып, бар байлықты ағайыншылықпен бөлісіп, ұрыспай керіспей, тату-тәтті тірлік етуге кеңес қосып, жарық жалғаннан жөнеп кетеді. Ал енді не істейміз? Деп абыржиды Петрия. Ағайыншылықпен бөлісу дегенін қалай ұғамыз? Ұға алмайтын несі бар? Дейді ақылы көптеу үлкен ұл. Одан оңай нәрсе жоқ. Бір затты алып, мынау менікі, мынау сенікі, мынау мынанікі деп бөлесің. Тек үшеуміздің үлесіміз бірдей болуын қадағалау керек. Түсіндің бе? Түсінікті дейді Петрия. Кез келген мал-мүлікті 3-ке бөліп аламыз. Әкелерін барлық жөн жоралғысымен жерлеген соң, 3 бауыр енші бөлісуге кіріседі. Ең әуелі кең албарды 3-ке бөледі. Әркім өзіне тиесілі үлесті қоятын жер керек қой. Үлкені оң жақты, ортаншысы ортасын, кенжесі сол жақты иеленеді. Содан соң алағайда бұлағай албарды кезген тауықтарды бөліседі. Қуалап жүріп зорға ұстаған соң, қайта санаса әтеш артық екен. Әрі-бәрі кеңесіп, әтешті бауыздап, жүнін жұлып, отқа қақтап жеп, тойып алады. Бұдан арғы шаруа еш кедергі, кідіріссіз, оп-оңай реттеледі. Мыңғырған мал, қарақұрым құс, ыдыс-аяқ, киім-кешек үшеу ара тең бөлінеді. Күні бойы айналаны мынау менікі, мынау сенікі, мынау мынанікі деген дауыстар жаңғырықтырып тұрады. Үй мен қора жай қамбаларға кезек келгенде ғана ағайынды 3 жігіт тығырыққа тіреліп, әбден басқа тырсады. Міне шатақ, дейді үлкен ұл. Үй үлкен, еңселі болғанмен біреу ғана. Оны қалай бөлеміз? Шатағы шатақ, деп ойлады ортаншы ұл. Бір үйді тең етіп 3-ке қалай бөлмекпіз? Петрия аңтарылған 2 ағасына алма кезек қарап, саспаңдар, дейді. Бұған дейін қалай бөлсек, үйді де солай бөлеміз. Бұзамызды әрқайсымыз өз үлесімізді аламыз. Ақыры ағайындылар Петрияның ақылына құлақ асып, үйдің соңынан қора жай қамбаларды бір кірпіш, бір тақтайын қалдырмай бұзып, қылдай бөлседі. Нешеме күн тынбай жұмыс істеп қатты шаршайды. Ай азаматтар, бәрін біттік, көбі кетіп аз қалды.
Ал енді егістік, шабындықты, бау-бақшаны, жүзімдікті бөлейік, дейді үлкен ұл масайрап. Байлық бөлу ақыл беру емес. Үш жігіт әр түп жеміс ағашын санап, әр адым жерді қайыра өлшеп, сілелері қата қалжағанда барып, енші бөлісі сәтімен тәмамдалды. Тек бөлінбеген бір-ақ нәрсе қалды. Ол бұқа еді. Жай бұқа емес, бүкіл табынның көсемі, салқан төс, құж желке, найза мүйіз құжбан болатын, қақпаға зорға сыюшы еді. Қанталаған көзімен алары қарағанда, ең бір батырсынған мықтылардың зәрелері зәр түбіне жетуші еді. Мұндай бұқа жай адам тұрмай, патшаларға бітпеген екен. Бұқаны қайтеміз, дейді үлкен ұл. Мұнадай бұқаң болса, даңқың әлемге жайылар, деп ойлайды іштей. Иә, бұқаны қайтпек керек, деп оны қостайды ортаншыл. Ол да бұл бұқаның бағасын білетін. Қайткені қалай, әтеш сияқты мұны да сойып жеп аламыз, дейді Петря. Сақта Құдай, әтештің аты әтеш, ал бұқаның аты бұқа ғой, сойуға болмайды, деп екі үлкен ұл шу етседі. Әр қайсының да бұқадан дәмесі бар, қилы-қилы қолыққа салып бағады. Дәнеңе өнбейді. Төбелес тұтануға аз ғана қалғанда Петр айтыпты. Білесіңдер ме? Депті. Маған бір ой түсті. Әр қайсымыз бұқаға арнап қора соғайық. Кімнің қорасына кірсе, бұқа соныкі болсын, депті. Келістік, деседі екі ағасы. Үлкен ұл әйгілі тас қалаушы шеберлерді жалдап, мұнаралы күмбезді әсем қора тұрғызады. Мұндай қораны көрген бұқа тұрғай адамның өзі шыдап тұра алмас еді. Ортаншыл ағасынан қалыспайды, оның да қорасы сәнді салтанатты болып шығады. Ал ақымақ Петря ағаларының қарбаластарына қарап, көзін жыпылықтатып жүре береді. Ақыры екі ағасы қораларын бітіріп, бұны асықтырып қаузай бастағанда ғана тоғайға барып, үш арба тал қиба келеді. Тездесіп, жаман жаппа қалқайтады да төбесін қамыспен жабады. Екі ағасы күле-күле шектері түйіле жаздайды. Тек Петряның өзі риза. Жасыл желекті жаппасына қараса, көзі тойып, аңылдап, ән салудан танбайды. Сонымен ағайынды үшеу бұқаны жетектеп албарға кіргізеді. Баш жібін шешіп алып, кімнің қорасын таңдар екен деп қарап тұрады. Қайнаған жаз ортасы еді. Маса сона мазасын кетірген бұқа басын шайқап, құйрығымен бауырын сабалап есі шығады. Қанша келбетті, қаншама қайратты болғанымен, бұқаның заты сиыр, миы бұзаудың миындай ғана ғой. Мұнаралы, сәнді қораларға бұрылып та қарамай, өңкіңдеген күйі жасыл жаппаға бір-ақ кіріп жатып алады. Қусан кететін сыңайы жоқ. Ақылсыз бұқаның ісіне ақылды екі жігіт күйіп пісіп ашуланады. Ашуланғанмен не пайда? Бұқа қуанышы қойнына сыймаған Петряның еншісіне тиеді. Бірақ Петряның бұл қуанышы ұзаққа созылмайды. Екі ағасы бұқаны бірінен бір қызғанып, екеуі бірігіп, Петрядан қызғанып шала бүлінеді. Бақытсыз басым, деп торғады Петря. Бұл бұқасы құрғырға қайдан тап болып едім? Енді қалай құтылсам екен? Сойып тастасам қайтеді? Сойып тастаса, ағалары өзінің де қолын қол, бұтын бұт етер еді. Мұны Петря жақсы білетін. Қой, дейді Петря. Мен мұны базарға апарып сатып жіберейін. Кім көп төлесе, соған берермін. Айтты, бітті. Петря бұқасын жетектеп қалаға тартады. Алайда базар дегенді, сауда дегенді естіген болмаса, көрмеген екен. Жолдың шаңын бұрқыратып,
Жөнеп келе жатқанда алдынан базардан қайтқан адамдар шығады. Жол болсын туысқан, қалаға барасың ба? Бұқаң жақсы екен, қанша сұрайсың? Дейді. Мықты бол, Петря, депті Петря ішінен. Міне базарға да іліндік. Бұқам 1000 сом 100 теңге 10 тиын тұрады, дейді Петря. Бағасы да аз емес, бұқасы да жаман емес, дескен жолаушылар жөніне кете береді. Петря сұраған ақшаңа сатып алушы табылмаса, бағасын түсіру керек деген ақылды естіген еді. Жарайды, енді бағасын ептеп түсіріп көрейін деп шешеді. Базардың аты базар ғой. Аз жүреме, көп жүреме, тағы біреуге қарсы ұшырасады. Бұқаң тамаша екен, базарға бара жатырсың ба? Қанша сұрайсың? Дейді жолаушы. 9999 сом. 99 теңге 9 тиын, дейді Петря баптана сөйлеп. Жолаушы бұған оқты көзін қадай қарып кетіп қалады. Содан Петряға базаршылап қайтқан жұрт бірінен соң бірі кездесіп бұқасын мақтайды, бірақ ешкім сатып та алмайды. Базардан қайтқан адамда ақша қайдан болсын? Петря да бағасын төмендете береді. Бұл базарың сұмдық екен, ешкім саудаласпайды, құрмақтап кете береді. Енді қалай құтылдым мына бұқадан, дейді. Сөйтіп келе жатқанда нағыз Аларманға жолығады. Аларман бұқаны шырқайналып, апай төс, құз желкем-ай, дейді. Басы басақ, мүйізі мүйіз-ақ екен, дейді. Қанша сұрасаң да берейін, дейді. 1 сом 1 теңге 1 тиын, дейді Петря. Бұдан әрі төмендете алмаймын. Қалжыңды ғой, дейді анау. Су тегін беретіндей не көрініп саған? Бұқаң тымақ жақсы екен. Әлде мені ақымақ санап тұрсың ба? Бұқам тым жақсы болғандықтан да ешкім алмай жүр екен ғой, деп ойлайды Петря. Кейінірек келерсің, сонда келісерміз, дейді Аларманға. Ол көзден таза болысымен бұқасының бір мүйізін қағып тастайды. Сәл ойланып, сыңар мүйізді де сындырып тынады. Содан соң құнтитып құлағын кеседі, шолтитып құйрығын кеседі. Бұқада кісік көз тоқтатар кейіп қалмайды. Енді өткен кеткен жұрт жөн сұрасудан да сап тыйылады. Петря да шаршайды, бұқада азапқа түсе діңкелейді. Бір уақытта қалың тоғайға келіп кіргенде, бұқа бір қураған кәрі, құшақ жетпес жуан ағашқа сүйкеніп жата кетеді, тұрмай қояды. Күн кешкіріп жел соғып орман шулайды. Кәрі ағашта сықырлай шайқалады. Петряға ол бірдеңе деп адамша сөйлегендей көрінеді. Бұл тегін ағаш емес, сиқырлы ағаш болды, дейді ол күмбірлеп. Әйтпесе, бұқа осының түбіне келіп жатып алар ма? Осыған сатып құтылайын. Әй ағаш, бұқа сатам аласың ба? Деп айғайлайды Петря. Сықыр-сықыр. Ағаш ырғатылған сайын қуысында ақша сылдырлағандай болады. Не дейсің? Сәрсенбіде кел дейсің бе? Дейді Петря. Сықыр-сықыр. Жарайды, бұқаны алып қал. Сәрсенбіде ақшасына келермін. Айтқаным айтқан, 1 сом 1 теңге 1 тиын аламын, дейді Петря. Сөйдейді бұқан тастап үйіне оралады. Сәрсенбіде ағашқа қайтып келсе, бұқасының сүйегі шашылып жатыр. Қасқыр жеп кетсе керек. Ал ағаш баяғы әннен жаңылмай сықырлаумен тұр. Немене? Келесі сәрсенбіде кел дейсің бе? Жетер мазағың. Бұқаны қойғып жеп алдың, ендеше ақшамды бер, дейді Петря қатуланып. Бір жолға көндім, дейді содан соң. Бірақ келесі сәрсенбіде құрғыл келмеймін, балта ала келемін. Ақшамды бермейді екенсің, шауып-шауып жаңқалап тастаймын. Уағдалы мерзімде Петря балтасын алып ағашқа жетеді.
Тек пәтуасыз ағаш тағы да сәрсенбіге сілтейді. Ашуланған Петря балтасын құлаштай сілдеп салып жібереді. Әлгі ағаштың іші қуыс еді. Сол қуысқа бай ма, қарақшы ма, біреу алтынын тыққан болатын. Кейін алармын деп ойлаған болу керек. Балтаның жүзі шыдатсын ба? Ағаш шатынай жарылып, жарқыраған алтын ділдалал сылдырлай төгіледі. Өстіп, жөніңе көшсеңші, дейді Петря. Тек ұсағың жоқ екен? Мә, қайтеміз енді, осығанда риза болармын. Петря үйме алтыннан бір ғана ділда алып үйіне қайтады. Алтын көрген ағаларының тілі байланып қала жаздайды. Мән жайды сұрап білген соң, Петряны жерден алып жерге салып шабыла ұрсады. Әй, ақымақ, дейді үлкен ағасы зығырдан қайнап. Ағаштың саудаласқанын қай атаңда көрбедің? Сәрсенбіде келіп, бүкіл алтынды алып кет деген ғой ол саған. Мүмкін солай да шығар, деп ойлайды Петря. Ағаш шынында да саудаласпаған еді. Ағашта ақша жетеді, дейді ағаларына. Жете ме жетпей ме, бәрі біздікі, дейді ортаншы ағасы. Біз бұқаны саған бердік, өйткені бөлуге келмейтін еді. Ал сен бұқаны ағашқа саттың, ендеше ақшаны теңдей бөліп аламыз. Үшеуі үш өгіз арба алып ағашқа барады. Ағаштың қуысындағы бүкіл алтынды мынау менікі, мынау сенікі, мынау мынанікі десіп тең бөлісіп, арбаларына артып, үйлеріне қайтады. Жолай шырасқан адамдар жөн сұраса, үлкені жүгері әкеле жатырмын, дейді. Ортаншысы тары әкеле жатырмын, дейді. Петря өмірінде өтірік айтып көрмеген еді. Сондықтан, шынымды айтсам, арба толы ақша әкеле жатырмын. Бірақ ағаларым арбада ақша емес, арпа деуге бұйырған, дейді. Құдай саған арпаңның орнына арба толы ақша берсін, дескен жұрт күліп қала береді. Үйге жеткен соң қараса, үлкеннің арбасында жүгері, ортаншының арбасында тары, тек Петряның арбасында ғана алтын қалыпты. Екі ағасын аяған Петря. Әкемнің сөзі мен үшін заң, алтынды тең бөлсеміз, дейді. Арба толы алтынды бір-бірлеп санауға ерініп, таразы іздейді, таппайды. Сонда үлкен ағасы Петряны поптың үйіне таразыға жұмсайды. Петря жүгіріп отыр попқа барып, таразыңды бере тұршы, дейді. Ағасының ақылы есіне түсіп, алтын емес, жүгері тары өлшек деп едік, деп қосып қояды. Поп таразысын бергенмен ойланып қалады. Алтын өлшемейміз дегені тегін емес. Осылар дәуде болса, әкелерінің қазынасын өлшеп, бөліскел жатыр, дейді. Шыдай алмай, бұғына барып, ағайынды үшеудің үйіне келеді. Ағайындылар алтындарын өлшей бастағанда ит ұрады. Иттің шабаланы шаңқылдағанына қарап, үйдің сыртында біреу бұларды аңдып жүргенін сезеді. Петря тағы бүлдіргенсің ғой сен, дейді үлкен ағасы. Поп бізді аңдып жүрме деп қорқамын, бар қарап кел. Петря сыртқа жүгіре шығып тамашаға батып тұрып қалады. Поп ырсылдап биік дуалдан кері қарай түсе алмай әлек. Шұбатылған етегінен мықтап жабысқан ит жіберер емес. Кенет поп қалбаң етіп, ұшталған басы жоғары қаратылған жерге шаншылған қаданың тура үстіне құлайды. Қорс етіп кірген қада поп қозғалған сайын бойлап соғылады. Жан ашқан Петря аяғына тимей поптың қасына жеткенде, байғұс о дүниеге аттанып кетіп еді. Петря ағаларына келіп аттан салады. Сұмдық, поп қадаға түсіп өлді. Енді жұрт оның қазасын бізге жабады. Ортанса ағашысы шошып, алтын салынған қабын арқалай қашпақ еді, үлкен ағасы тоқтатады.
Сабыр етіңдер, бауырлар, дейді. Асықпай ойланайық. Үлкен ағасының қалған екеуіне қарағанда ақылдырақ екенін айтып едім ғой. Енді сол білгіш жоқ жерден амал тауыпты. Попты қададан суырып, үйге алып келіп, есікке ілмек қағайық та, соған асып қоялық. Сонда жұрт поп біздің үйге ұрлыққа түсіп, Құдайдан қорқып, өзі асылып қалған екен деп ойлайды, депті. Үшеуі попты сүйреп әкеліп, есікке ілмек қағып, ілмекке поптың өлі денесін салақтатып аса салады да тұра қашады. Үлкен ұл бір қап алтынды, ортаншы ұл бір қап алтынды арқалай қашады. Петря тары толы қапты сүйреп, оларға ере бергенде үлкен ағасы: «Есікті ілегет соңынан, ақымақ!» деп айғайлайды. «Есікті қалай ілегетем?» деп дал болған Петря көп ойланбай, қабын лақтыра тастап, есікті поппен қоса топсасынан жұлып алып, арқасына салып, екі ағасына ілесіп жөніп береді. Үшеуі өкпелері өшкенше аялдамай жүгіріп, жан баспаған ну орманға келіп кіреді. Сөйткенше күн де батып, төңірек түн құшағына көміледі. «Әй, қарғыс атқан кешше!» деп ызаланады ағалары, поп пен есікті қос арқалаған Петряны көріп. Орман іші көзге түртсек көргісіз, көрдей қараңғы. Аю өкіріп, қасқыр олайтындай, орманның аш жыртқыштары қаумалап келіп қалғандай. Аялдауға дем алып, жан шақыруға қорқады. Ақыры салалы бір дарақтың түбіне жетіп, бұтақтарына өрмелеп шығып, түн асырып, таң атырмақ болады. Петря есікке асылған попты да тастамай ала шығып, жуан бір бұтаққа сүйеп қояды. Көп ұзамай қараңдап, әлдекімдер көрінеді. Бұлар шіркеу тонап келе жатқан қарақшылар еді. Қарақшылар ағайынды үш жігіт қонақтаған ағаштың түбіне тоқтап жайғасады. Шөпшек теріп, от жағады, қой сойып, терісін сыпырмай үйтуге кіріседі. Үйтілген жүннің түтіні будақтай көтеріліп, қашқын жігіттер тұншыға бастайды. Қарақшылар шіркеуді тонауын тонағанмен Құдайдан қорқулы еді. Шіркеуден тапқан олжалардың арасында бір қап хош иісті, Құдайға құлшылық кезінде жағылатын қасиетті маймар еді. Соны көсіп отқа тастайды. Әдемі иіс бұрқырап, мұрынды жарады. «Ағалар, қазір түшкіріп жіберемін, Құдай барды түшкіремін» деп сыбырлайды кеңсірігі шыбырлаған Петря. Екі ағасы ақымақты желкеден түйіп үлгермейді. Петря орманды жаңғырта түшкіріп салады. Қатты түшкірген соншама ағаш сілкініп, есіктің құлпындағы кілт тура қарақшылардың алдына топ ете түседі. Қарақшылар қарғып тұрып, шалқайып аспанға, сыбдыр естілген ағаш бұтақтарына қарайды. Қанша қараса да түк көрмейді. Өйткені өздері тұрған жер жарық, оттың басы, ал жоғары жақ қою түтінмен тұмшаланған қап-қараңғы. «Әй ақымақтар!» дейді бір қарақшы жолдастарына. «Жаңағы біз жаққан хош иісті қасиетті майдың иісі көкке көтеріліп, Петр әуленің мұрнына жеткен ғой. Әулие қуанғаннан түшкіріп жіберіп, жұмақ қақпасының бір кілтін бізге тастаған ғой. Жұмаққа қалаған уақыттарында қысылмай еркін кірсін деген ғой. Мүмкін ол оңбаған кілтімен біздің басымызды жарғысы келген шығар», дейді қорқақтау келесі қарақшы. «Әбден мүмкін», деп қоштайды оны үшінші қарақшы. Қалған қарақшыларда елегізіп табырласып кетеді. «Ағалар», дейді Петря осы кезде сыбырлап, «поппен есік құлап барады, ұстап қалуға шамам келер емес». Айтып аузын жиғанша салбырай поп асылған есік Петряның қолынан шығып кетіп, гүрс етіп жерге құлайды. «Құрыдық», деп бажылдасады қарақшылар. Жұмақтың қақпасын алып, Петр әуленің өзі де келіп қалды.
Қалшылдай қорыққан қарақшылар табандары жалтырап зытып барады. Мұны көріп ағайынды үшеу мәз болады. Ағаштан жерге түседі. Үлкен ұл мен ортаншы ұл қарақшылардың қазынасынан көтергенше алып тайып отырады. Ал Петря қалтасынан пышағын суырып қойдың семіз етін жәукемдей жөнеледі. Қарны тойған соң басын көтерсе, жалғыз қалыпты. Екі ағасының ізі суығалы қашан, тек сорлы поп қана жатыр ұзыннан сылап. «Әй, байғұсым-ай», дейді Петря. «Қанша айтқанмен жақсылық жасап, жаудан құтқардың. Енді сені қарға құзғынға жем етіп тастап кетпейін, қолымнан келгенше жүзіңді жасырайын». Пышағымен жер қазып, көр дайындап попты жерлейді. Байғұс поп, тым құрмаса, басыңа шырақ та жағылмады. Енді қасиетті иіс майды аямай өртейін. Бәлкім, жаның соның түтінімен қалықтап көкке көтерілер, деп ойлайды. Бір қап иіс майды отқа бір-ақ атып ұрады. Бұл жолы түтін тік ұшып, жұмаққа Петр әулиеге жетеді. Әулие қасиетті майды тұтатып, түтін салған адамның жүрегі таза, жаны адал екенін сезіп, самғап жерге ұшып, Петряның алдына келіп түседі. «Сәлемет пе, ұлым?» дейді ескі танысынша жылы ұшырап. «Хал нешік?» «Әй, жайлап», дейді Петря. «Қарным тойды, ағаларым қашып кетті, өзім попты жерлеп, енді істейтін іс жоқ, ерігіп отырмын». «Дұрыс, ұлым», дейді Петря. Дейді Петр әулие. «Қу тірліктің түбіне кім жеткен? Анда-санда ерігіп алғанда жөн. Құдай тағала сенің ісіңді қош көріп, ризашылығын білдіруге мені жұмсады». «Рахмет», дейді Петря орнынан тұрып. «Ал енді не тілегің бар? Айт, кез келген орындаймын. Құзыры күшті Құдайдың жарлығы солай», дейді Петр әулие. «Еш тілегім жоқ», дейді Петр ойланбастан. «Қой аттасым», дейді әулие. «Ойлан, Құдайдың пәрменіне қарсы тұруға болмайды. Одан да тілегіңді айт. Мүмкін байлық керек шығар». «Байлық өзімде де жетіп артылады. Тіпті не істерімді білмеймін», дейді Петр қабағын түйіп. «Онда денсаулық сұра». «Немене, мен ауру адамға ұқсаймын ба?» дейді Петр кеудесін кере дем алып. «Ендеше бақыт сұра». «Менен бақытты адам жоқ бұл пәниде», дейді Петр. «Жайма қалдырсаң қайтеді мен, а?» Петр әулие Петряны біраз айналдырып, ақыры ақымақ көнер болмаған соң, қабағынан қар жауа түнеріп: «Әй, пендем, сен Құдай жарлығының не екенін білемісің өзі? Құдай сөзі қайтып алынбайды, бұлжытпай орындалады», дейді. «Жарайды, енді ашуланба. Жарлық болса құлдық. Менің тілегім не сұрасам екен?» «Әй, мейлі, ендеше сен маған масаның жел қобызын тауып бер», дейді Петря әулиенің мұны таба алмасына шүбәсініп. Бірақ аңғал жігіт Құдай мен әулие әмбиені алды мүмкін емесін білмейтін. Петр әулие көзді ашып жұмғанша қолына жеп-жеңіл, көзге әрең шалынатын жұп-жұқа жел қобыз ұстата салады. «Міне сұраған жел қобызың. Есіңде болсын, бұл жел қобызды ойнағанды жанда, тыңдаған жанда бар қайғысын ұмытады». Тыңдарман жұртқа тіршілігі жұмақтай көрініп, көңілі қуанып билеп кетеді. «Ал бетіңнен жарылқасын», дейді. Соны айтып Петр әулие ғайып болады. Петря айран асыр қалып, біресе жаңа ғана әулие тұрған жерге, біресе қолындағы ұлпадай жеңіл жел қобызға қарай береді. Аузына апарып ойнауға батылы жетпейді. Сол уақытта қой етінің иісін сезген қасқырлар ағаш маңына жиналып, Петряны қоршап алған еді. Петря тістері сақылдап, көздері жайнаған өңшең аш қасқырды көріп: «Тұра тұрыңдар, мені жегілерің келген екен ғой, ашсыңдар ғой, қазір тойдырамын сендерді».
жел қобызын өрлеп, бар өнерін салып ойнап жөнеледі. Қандай қызық болғанын көрсеңдер ғой. Петря әп-сәтте қорқыныштан арылып, көкірегі шаттыққа толады. Қасқырлар үйретінді күшіктей құлақтары салпиып, құйрықтарын бұлғаңдатып, секіріп, қарғалақтап, аунақшып, әлемет биге басады. Керемет, тура ертегідегі сияқты. Петря жел қобызын құйқылжытқан күйі жолға түседі. Орманнан шығып, адамдар арасына баруға аңсар ауады. Жалғыз адам жұмақтан да жалығады ғой. Қасқыр біткен бийлерін үзбей, соңынан ілеседі. Таң сібірлей Петря орманнан шығады. Жайқалған егістікті, бау-бақшаны, алыстан мұнартқан үйлерді көреді. Жел қобызын әуелете күйін қайрады. Сол сәтте жарықтан сескенген қасқырларда тымдырақай қашып, күңгірт орманға қайтып оралады. Петря бау-бақшаны, егістік шабындықты аралап, ұзақ жүріп, қыстаққа жетіп, поптың үйіне тоқтайды. Себебі поп деген шаруалар үшін ең қадірлі адам. Оны біздің Петря да білетін. Сәлем бердік, әкей. Сәлемет бол, ұлым. Қайдан келесің? Қайда барасың? Үйден келемін, әкей. Бірақ үйімнің қайда қалғанын, қайда баратынымды өзімде білмеймін. Ну орманда адасып кетіп келдім. Поп аңғарымпаз, пысық адам еді. Мына жігіттің аңқау, алаңғасар екенін біле қойыпты. Маған керегі осындай жалшы. Барар жер, басар тау жоқ, не айтсам да бас тартпайды, деп ойлайды. Менің қызметшім бол, ұлым, дейді Петряға. Жұмыс аз, ақысы жақсы. Ерте тұрып атқораны тазалап тастайсың да, қолыңды қусырып бос отырасың. Сосын малды суғарып, жем-шөбін бересің де, тағы да бос отырасың. Сосын отын жарып от жағасың да, рахаттанып демаласың. Сосын ешкілерді өріске айдап апарып, күні бойы бос жүресің. Кешке ешкілерді үйге айдап қайтып, таңертең істеген шаруаларыңды және бір пысықтайсың. Сосын боссың. Осы үшін саған жылына 7 ешкі 7 лақ, бір серкеш беремін. Үйіңе байып, малданып ораласың. Мейлі, әкей, мен келістім, дейді Петря. Сөйтіп, попқа қызмет ете бастапты. Таңертең ерте поп тапсырған шаруаларды тап-тұйнақта етіп орындап, аз-кем дамылдамақ болып еді. Қайда, ешкілерді өріске айдайтын уақыт жеткен екен. Петря ешкілерді жайылымға айдап келісімен-ақ ешкі біткен құтырынып берсін. Бірі тастан тасқа секіріп, енді бірі жағалай қарғылап, келесілері жұрттың бақшасына қарай жүгіріпті. Петря байыз таппай салпаңдап, тілі салақтай шалдығады. Бәрібір ешкілерді жинай алмай сілес қатады. Жарайды бәлем, сендерді қасқырдан қуып емес шығарсыңдар, дейді шығандай қашқан ешкілерді қуа-қуа құр сүлдері қалған Петря. Қазір сендердің діңкелеріңді қатырайын. Петря жел қобызын алып, желпінте ойнайды. Сол-ақ екен, ойдан қырға шапқылаған ешкілер біреу мүйіздерінен ұстап сүйрегендей Петряның жанына жиналады. Жиналып биге кіріседі. Аштық та шөл де адыра қалады. Құлақтары ермеңдеп, сақалдары шошаңдап, Петряға алғыспен қарап дамылсыз билейді. Ал Петря күн ұзақ саялы жөге ағашына арқасын сүйеп, жел қобызын өлдетумен болады. Кешке Петря ешкілерін айдап үйге қайтады. Ал ешкілер, аш ешкілер, поптың шарбағына шегірткедей жабылып, тал теректің қабысын сындырып, түк қалдырмай жалмайды. Екінші-үшінші күні де осы оқиға қайталанады. Әкесі, дейді сонда поптың әйелі. Осы қызметшіңде бір кесел бар. Мына ешкілерді не жын ұрғанын түсіне алмай шығаршадым. Өрістен аш келеді,
сүттері мүлде суалып барады. Тал шарбақты жұлмалап құртатын болды. Менің де күмәнім бар, деп келіседі поп. Артынан аңдып, сырын білсеңші онда, дейді поптың әйелі. Поп жуас кісі еді. Бәйбішесіне қарсы уәж айта алмай, ерте тұрып, өріске барып, бұта арасына жасырынып, Петрияны күтеді. Міне Петрияда келіп, жел қобызын асқақтата аңыратты. Ешкі лақ, сергетеге тұяқтары сыртылдап билеп кетті. Тек поптың өнері бәрінен де асып түсті. Қанша дегенмен адам ғой. Қауға сақалы желпілдеп, кең шапаны жалпылдап, тынбай ойнақтайды. Шапанын бұта жыртып, бет-аузын тікен тырнаса да, қоймай екілене билепті. Байғұсты көрген жанның көңілі босарлықтай-ақ еді. Бірақ поптың өзі тәніне қадалған тікенекті сезбепті. Петрияға да ашуланбапты. Өйткені ғажайып жел қобыздың сырлы сарыны жанына жай таптырып, жүрегін қуанышқа бөлеп еді. Петрияға мейірлене көз тастап билей әндетеді. Құдай куә, осыған берермін ақ, дейді. Поптың көркіне тіл жетпейтін жалғыз қызы бар еді. Соны Петрияға ұзатпақ болып шешеді іштей. Мұндай өнерлі күйеуден айналып кетпеймісің? Күні бойлы билеген поп қалжырай шаршағанмен көңілді қайтады. Тіпті 3 күн бойы Петрияның күйін тыңдап тынбай билеуге әзір. Алайда оның сабалақтана ұйысқан сақалын, жалба-жұлба шапанын көрген бәйбішесі шат-шәлекей болады. Түріңе қарасаңшы, кімге ұқсайсың? Сен де еркек, сен де поп дейді-ау. Қайдағы бір қаңғырған әуместердің мазағына қалып, бүкіл қыстаққа күлкі болдың, деп тұлан тұтады. Тө, ақылы қысқан еме, қойсаңшы енді, дейді поп ашуланып. Сен дәнеге де білмейсің. Жалсы жігіт жел қобызын тартқанда, мен көрермін қалай сайрағаныңды. Мен бе? Дейді әйел қыстығып, садаға кетсін. Билермін мен оның алдында. Жарылып өлсем де билемеспін. Мен сен секілді ынжық емеспін. Жә, дейді поп. Сәл шыдай тұр. Кірсін үйге, сосын жел қобыз шалуын өтінермін. Сенің күшіңді сонда сынармыз. Бәйбіше поптың сөзіне құлақ асып, екеуі Петрия үйге келісімен жел қобыз ойнауын сұрамаққа келіседі. Қанша қайраттанып бақса да, бәйбішенің көңіліне күдік еніп, әжептәуір абыржиды. Бұл әуместердің шынында да билемесіңе қоймас сиқыры болса қайтем, деп ойлайды. Қайда тығылуға болатынын ойлап, санасы сарсаң болады. Күбіге отырса қайтеді? Жоқ, күбі тар, ыңғайсыз. Ақыры бәйбіше шатырға сандыққа кіріп, қақпағын тарс бекітіп алады. Демін шығармай Петрияны тосады. Бірақ жел қобыздың әсерлі әуенінен бәрібір қашып құтылмапты. Петрия жел қобызын 100 құбылған күй төккенде, бәйбіше сандық ішінде дөңбекшіп, сандық тарсылдап, гүрсілдеп, үйді басына көтереді. Бәйбіше ары дөңбекшиді, бері дөңбекшиді, сандыққа сияр болмайды. Сандық аспанға ұшып жерге түседі. Бір уақытта сандық шатырдан құлап, күл парша боп сынады. Мен де бердім қызымды осыған, деп жан дауысы шығады бәйбішенің. Сонымен олар дүрілдетіп той жасайды. Петрия үйлі баранды, құрметті жанға айналады. Көп ұзамай